Сәлем баршаға достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге балықты басынан бастап қалай тазалауды және де қуырған процесімен бөлісетін боламын. Видеоны көрмес бұрын каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Ең алдымен балығымызды алып, сыртындағы қабыршақтарын дәл осылай толығымен тазалап шығатын боламыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай балығымыздың екі бетінде толығымен тазалап алдық. Енді кезекте дәл осы видеодағыдай етіп ішін кесіп алатын боламыз. Кесіп алған жерімізді қолымыздың көмегімен дәл осылай ашып алып, ішіндегі бүкіл дүниесін алып тастайтын боламыз. Барлығын толығымен алып тазаладық. Енді кезекте бұны балтаның көмегімен дәл осылай шауып алатын боламыз. Енді балығымызды пышақтың көмегімен жақсылап кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Қуыруға дайындайтын боламыз. Жақсылап барлығын бөліп, жуып тазалап аламыз. Жақсылап жуып тазалап алған балықтарымыздың үстінен тұзымызды себетін боламыз. Тұздарымызды толығымен сеуіп алдық. Енді біз елекпен өткізіп, ұнымызды салатын боламыз. Қолымыздың көмегімен жақсылап барлығын толығымен араластырып шығатын боламыз. 1 сағатқа қалдыратын боламыз. Бізде арада 1 сағат уақыт өтті. Енді балығымызды қызып тұрған майымызда орташа отта жақсылап қызартып қуырып алатын боламыз. Балықтарымыздың бірінші беті толығымен пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай қып-қызыл әдемі болып пісті. Енді екінші беттерін аударып, екінші бетінде қызартып қуырып алатын боламыз. Қалған балықтарымызды да дәл осылай қуырып алатын боламыз. Міне біздің балықтарымыз дайын, толығымен барлығын қызартып қуырып алдық. Сіздерге видео пайдалы болды деген ойдамын. Менің каналыма жазылмаған болсаңыз, подписаться бөлімін басып, каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Сіздермен бірге болған Гүлмира Әлібайқызы, назарларыңызға үлкен рахмет.